үшін соғысып өлем, мен жерімді беремін. В этом году ТО «Зерендастык» лишилось практически 17 тысяч гектаров земли. Давайте ворошайтам балынан тілдежітін толы. Давайте ворошайтам балынан тілдежітін толы. Біз мына кісіні не избирали. Он самостоятельно, зерновой консорциум, его назначил. Біз жерімізді алдық, біз жерімізді бермейміз. Есть решение суда на исполнение у судоисполнителя. Почему он не проводит сход пайщиков? Руководитель, был выборный адам. Біз учредитель. Учредители единственные это пайщики. ТО «Зерендастык» создан на основании земель долевых. Біз тұрған аумақ бұл 34 мың гектар жер аумақты қамтитын Зеренді астық шаруа қожалығына тиесілі Ақмола облысында орналасқан. Бұл шаруа қожалығы 150-160 адамды жұмыспен қамтып отыр. Соған қарамастан Зеренді ауданының әкімдігі шаруа иелеріне ескертпестен жердің 17 мың гектарын тұп-тура 50%-ын ешкімге ескертпестен тартып алған. 1 гектар жерден ең кемі 8 центнер өнім алып отырған Зеренді астық жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің соңғы 3 жылдағы басты мәселесі шенеуніктердің қысым көрсетуі дейді Зеренді астық директоры. В этом году ТО «Зерендастык» лишилось практически 17 тысяч гектаров земли, пассивной площади. То есть акимат Зерендинского района по своей собственной воле, по подложным протоколам, якобы проведенных собраний пайщиков, не пригласив ни меня как директора, ни юридическую службу, которая у нас имеется, для того, чтобы нас поставить в известность о том, что нас, в общем, каким-то образом хотят урезать части пассивных площадей. Они это самовольно сделали, и сделали, причем еще умышленно, скрыв от нас этот факт. Зеренді астық жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілдерінсіз жиналыс жасағандармен қоймай, өз жерімізді алып, бұл серіктестіктің құрамынан шығамыз деп қол қойғандардың арасында 2 жыл бұрын дүниеден өтіп кеткендердің де қолы бар дейді. Осы секілді басқа да заң бұзушылықтарды тізіп, Қайрат Ахметов құзырлы органдарға да шағым түсірген. Мы, занявшись этой проблемой уже вплотную с прошлого года, я скажу, что мы на данный момент выиграли все судебные процессы, которые были нами инициированы по поводу возвращения этих земель. Алайда әкімдік сот шешімдерін елеусіз қалдырып, шаруалардың талаптарын орындамаған. Осы сұрақ бойынша біз Зеренді ауданының әкімі Әсен Жақсылықовқа да бардық. Қаумалаған журналисті көріп, сасып қалғанымен мемлекеттік тіл қазақ тілінде сөйлеуден бас тартып, ыңғайлы болу үшін орысша сөйлейтінін айтты. Давайте ворошайтам балынан тілдежітін толы. Давайте ворошайтам балынан тілдежітін толы. Давайте ворошайтам балынан тілдежітін толы. Қазақша сөйлеуге тілім жетпейді деген әкім орысша сөйлепті, біздің сұрақтарымызға мардымды жауап қата алмады. Ол тек өзінің ешкімнің қызығушылықтарын қорғамайтынын айтып, бұл жеке шаруашылықтар арасындағы қақтығыстар екенін айтумен болды. Тут, понимаете, моя задача в чем? То есть я вам так хотел бы сказать, донести, что очень много недовольства, наоборот, со стороны людей, больше людей, которые Зерендастыку какие-то претензии предъявляют о выходе или что-либо. И Зерендастык у меня есть, который действительно находится на Зерендинском районе. То есть тут корпоративный спор. Самое главное, моя задача вообще никакие интересы не лоббировать. То есть законный путь, чтобы был. Әлден уақыттан соң қайдан екені белгісіз өздерін Зеренді астық құрамынан шыққымыз келетін жердің жалға алған иелеріміз деп таныстырған бір топ адам жиналып, журналистерді қыспаққа алып, әртүрлі деректер айта бастады. Руководитель, был выборный адам. Біз учредитель. Учредители единственные это пайщики. ТО «Зерендастык» создан на основании земель долевых. Доля на каждый азамат. Біз мына кісіні не избирали. Он самостоятельно, зерновой консорциум, его назначил. Қарындас, біз жерімізді алдық, біз жерімізді бермейміз. Жерімізді алдық, мен жерімнен айырылып өлгенше, жерім үшін соғысып өлем, мен жерімді беремін. Есть решение суда
на исполнение у судоисполнителя. Почему он не проводит сход пайщиков? Қазақта ешқашан жер дауы мен жесір дауы расында біткен емес. Алайда ел экономикасына пайдасын тигізіп, халықты астықпен қамтамасыз етіп отырған шаруалардың құқығын қорғау үшін құзырлы органдар бұл мәселеге назар аударса екен дейміз. Дулат Абдраманов, Мағжан Абдрахманов, арнайы QR News үшін.